Қызыл жебе, 4-ші кітап, Шерхан Мұртаза. Екі жұлдыз, Рысқұловтың үйіне тағы бір мейман келді. Рысқұлов оған ерекше қуанып қалды. Бұл жөні бөлек қонақ еді. Жандай жақсы көретін тетелес інісі, рухани досы Мұхтар Әуезов. Телефон соққанда Рысқұлов жұмысын тастай салып, совнаркомнан машинаға отырып, вокзал басына жетуге асықты. Екеуі төс қағысып, құшақтасып көрісті. Тұлта бітімі бөтен, ажары айдай, кереғарыс маңдай нәркес көзді. Мұхтар бұл жолы жүдеу көрінді. Түрмеден шыққан беті екен. Рысқұлов істің мән жайына бұрыннан әбден қанық. Сондықтан не болды, қалай болды деп мазаламай. Жер соқты болған құрметті мейманды бірден үйіне апармақ еді. Мұхтар: «Тұрар аға, мен бір қонақ үйіне жайғассам жарар еді. Қазынаның үйінде жата-жата жамбасың сарғаймап па еді?» «Қой, қонақ үй дегенді. Сонан соң шопырға үйге тарт» деді. 22-23 жылдар еді. Байтақ Түркістанның кіндік қаласы Ташкент деді. Рысқұлов Түркістанның премьер-министрі. Ал Әуезов аспирант болатын. Сол жылдары қазақтың ақын жазушылары, ғалымдары Ташкентке көп жиналды. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Халел Досмұхамбетов, Жанша Досмұхамбетов көп еді олар. Шетінен ірі тұлғалар. Ташкентте аз уақыт ішінде көбінің кітаптары басылып шықты. Бір күні көмекші: «Мұхтар Әуезов деген жазушы келіп тұр» деді. Рысқұлов бұрын Әуезовті көрмесе де атына қанық еді. Семейден Орынборға келіпті дегенді естіген. Ол ойланып жатпай: «Кірсін» деді көмекшіге. Рысқұлов қазақ зиялыларында еркек басымен Мағжан Жұмабаевтың көркіне қызығушы еді. Мынау да бір келіскен кескін екен. Сүйсініп қалды. Жүріс тұрысы, сөз сөйлеу мәнері аса бір тектілікті танытқандай. Күн шұғылалы жазық маңдай, арыстай азаматпен лезде тіл табысты. Тәңірісі сүйген ұлдың маңдайынан шұғыла шашырап тұрады деуші еді. Мынау сондай ілуде бір кездесетін нағыз бозымның өзі екен. Әуезов сонда өзінің оқу іздеп келгенін, өткен-кеткен хикаяларын балдай тәтті тілімен жеткізген. Алашордаға байланысты қуғын сүргінге де түссе керек. Содан Рысқұлов екеуі сырлас, мұңдас болып кетті. Соның жемісіндей болып 1927 жылы дүниеге Қараш келді. Бұл Тұрардың әкесі Рысқұлдың ноқтаға сыймас тағдыры туралы, Рысқұл әулетінің қиямет жолы туралы бір туар шығарма еді. Қараш баспадан шыққанда Рысқұлов Мәскеуде болатын. Кітап қолына тиісімен, тырып етпей, тіпті дастархан басына да бармай, бір деммен оқып шықты. Кітаптың соңғы бетін жауып қойып, өмірі көзінен жас ақпаған Рысқұлов сонда егіліп жылайды келіп. Сөйтсе өзі шыр етіп дүниеге келгеннен бері маңдайы тасқа соғыла, іштегі құса, беріштене берсе керек. Енді сол іштегі сіре мұзды мына кітап құдіретті күннің жылуындай қыздырып еріткенде, содан сел жүріп кеткенде екен. Бар оқиға бастан аяқ сол 23 жылы Әуезовке өзі айтып берген әңгіме. Бұл айтып отырған Әуезов қалың дәптерге жазып отырған. Ал енді сол айтқаны жазушының көкірек көрігінен өткенде, суреткердің өз сүзгісінен шыққанда, Рысқұловтың қарабайыр әңгімесіне қаламгердің жүрек оты қосылғанда, тас аралас алмастан сан қырлы, сан сәулелі ғажайып гауһар мүсінденіп, дүниені таңғалдыру үшін құдірет күшпен туа қалған екен. Әуезовтің дара дарынына Рысқұловтың көзі жетіп тәнті болған. Сондай дарын түрмеге түсіп қалыпты дегенде қабырғасы қайысқан. Түрме деген дүлей дүниеден ақылдың кенін арашалап қалуға амал іздеген. Енді міне сол түрме деген суық үйден шыға сала, Мұхтар Әуезов ешқайда бұрылмай тіке Тұрар Рысқұловқа келіп еді ғой. Әзизаның дәмді шайынан кейін екеуі кабинетке оңаша кетіп, сол отырғаннан таң атқанша отырсын. Екі ойшыл кездескенде әңгіме шіркін әрленіп, өңі кіріп, сөзге жан біткендей, қос құлагер шапқандай, ақыл ойдың кені ақтарылғандай болмақ қой. Шіркін, сол түнгі әңгімені осы заманның магнитофонына жазып алса ғой. Қағазға түскен сөз қалады. Ал екеу ара сол әңгімеде не бар? Мұхтар жазасыз жапа шеккенін, әкімдер оны алашқа танып, пролеткульт дегенді шығарып, шын талантты танымай, қайдағы дарынсыздар тайраңдап, дарындылардың қанаты қырқылып, жағаға дауыл лақтырған кемедей қайраңдап жатқанын айтты.
Пролетариаттан шықпасаң жазушы емессің. Жарапазан жазса да кедей-кепшіктен шыққандар ғана танылса, күні бүгін көзі тірі жүрсе, граф Лев Толстойлардың халі қалай болар еді, деді. Содан әңгіме өзінен өзі қиғаштап, қазақтан шыққан ақын жазушылардың ортасына қарай ойысты. Әуезов күні кеше ғана республиканың партия газеттеріне түрмеден ашық хат жолдап, мен өткенімнен безіндім десе де, қазір Рысқұловқа ағынан жарылып, ахаң менің пірім деді. Менің пірім Сүйінбай деп Жамбыл деген жырау айтқанындай, менің табынатын ағам Ахмет Байтұрсынов ахаңды, Мағжанды жамандап жала жауып, соттатып жібергендер қазір Алматыда алшаң басып жүр. Мұның өзі тұлпарды есек тепкендей, ерсіден де ерсі қылық болды. Елдігімізге жараспайтын сұмдық. Большевиктердің белгілі басшыларының бірінің алдында отырғанын ұмытып кеткендей, Рысқұлов та сыр бүкпей, бұ да бір шешілді бүгін. Бір-біріне имандай сенгендіктен шығар. Әйтпесе адамдар бір-бірінен сақтанып, екі шоқып бір қарайтын заман белгі беріп қалған кез еді ғой. Огпудың құлағы түрік, құрығы ұзын, қойныңдағы қатыныңа, бауырыңдағы балаңа сыр шашу құрсаққа шалындыратын бейдау күндердің күңгірт көлеңкесі түсе бастаған. Ахаңды мен бұрыннан білуін бір кісідей білсем де, жүзбе-жүз көрісуім 20-шы жылдың жазы еді, деді Рысқұлов. Аяулы бір кездер болды ғой, Мұхтар. Сол 20-шы жыл мендегі бір қиын да қызық кезең еді ғой. Түрік комиссиямен айтысып, Мәскеуге келген біз. Қасында Низам Ходжаев деген өзбек бар. Ондағы айтыс тартыстың сыры саған белгілі. Айтып ем ғой бір. Содан ұмытпасам сол мамырдың аяқ шені ғой деймін. Метрополь мейманханасына түскен біз. Бір күні фойеде ахаң отыр екен. Бұрын көрмесем де бірден шамаладым. Ассалаумағалейкум ақа деймін баяғы. Ол да, сен тұрармысың шырағым деді. Содан шұрқыраса кеттік. Нөмірге барып шай алғызып, ақ жарқын әңгіме тиегі ағытылды. Алдында ахаңды түрмеге жауыпты дегенді естіп, Сұлтанбек екеуміз қол қойып, Ленинге телеграмма жібергенбіз. Ақ қарасын тез шешіп, қылмысы жоқ болса, Ахмет Байтұрсынов тұтқыннан босатылсын деп. Енді осы таяуда ғана Лениннің 3-ші интернационал конгресінде жасайтын баяндамасының тезистерін алған едім. Ленин өз тезистерін таңдап бірнеше кісіге жіберген екен. Осыны оқып, сын ескертпе ұсыныстарыңыз, қосымшаларыңыз болса жазып жіберіңіз депті. Лениннің тұсында демократияның сондай да ұшқыны болатын. Сөйтсем әлгі тезисін Ленин ахаңа да жолдаған екен. Демек Лениннің ұғымында ахаң Лениннің өзіне ақыл қосар, ірі фигуралар санатында болғаны ғой. Әңгімеден әңгіме туындап, әлгі тезис сөз болғанда ахаң, онда бұл тезистерге байланысты ойымызды екеуміз бірігіп жазсақ қайтеді деді. Содан Ахмет Байтұрсынов пен Тұрар Рысқұловтың Ленин тезистеріне қосымшалар дейтін атышулы еңбек туған. Атышулы болатыны біздің оппоненттеріміз әлі күнге дейін сол еңбекті біздің қатеміз ретінде жөні келсін келмесін бетімізге баса береді. Лениннің өзі айыптамаған дүниеден қазіргілер қате іздеп, арамтер болып соңымыздан қалмайды. Мұхтар сәл қозғалақтап, тамағын бір кенеп, етшеңділеу әдемі мұрнын сипалап қойды. Оның бірдеңе айтқысы келгенін сезіп, Рысқұлов сәл кідірді. Сол хатта атышулы дегені болмаса, не жазғандарыңызды жөндеп білмейміз деп қалды Әуезов. Не жазушы едік, сол баяғы ұлт мәселесі. Ленинге біз былай дедік. Сіз Владимир Ильич ұлт бостандығы, ұлт республикасының еркіндігін жарияладыңыз. Ал бірақ біздің Түркістанда жағдай басқаша. Бізді жергілікті өз өкіметіміз емес, тікелей Мәскеу басқарып, екі тізгін бір шылбыр Мәскеудің қолында. Қалай бұрады солай жүреміз. Өзіңше бір сәл әрекет жасайын десең, Мәскеу тәйт дейді. Үнің өшеді де қалады. Түркістан Республикасы РСФСР құрамына шақтап болса да өз еркіндігі болсын деп, өз сыртқы істер комиссариятымызды, өз ақшамызды жасайық деп едік. Түркістан бөлініп жатыр деп, орталықтан түрік комиссия дегенді жібердіңіздер. Түрік комиссия сіздің түркістандықтармен түсінісіп, тіл табысып жұмыс істеңдер деген ақылыңызды бұлай шыға бере ұмытып кетіп, Ташкентке келе сала бас-басына комиссарият ашып алды да, біз далада қалдық. Президент Фрунзе сияқты, партия басшысы Голошокин сияқты, әскери комиссар Куйбышев сияқты, міне осылай кете береді. Біздің жарлығымыз, қаулыларымыз жүрмейді. Тек түрік комиссия бекітіп беруі керек. Ал сонда дедік, бұлардың баяғы патша генерал-губернаторларынан несі артық?
Патшаның генералдары да бір, бұлар да бір. Сонда жарықтық ахаң, нәжісті нәжіспен жуып болмайды деген сөйлемді қосып жіберді. Мен тым қатты кетіп қалмаймыз ба? Деп едім. Көнбеді. Барсын осылай деді. Ондағымыз бұрынғы патша өкімдерінің олардың кеңес тұсындағы қалдықтарының істеп кеткен сойқанын түзеу үшін жіберген қызыл комиссарларының олардан артық жері жоқ дегеніміз ғой. Дөрекі әрине, бірақ ахаң осылай ашша айтсаң не істей қалады деді. Ленин тезистеріне қосымшалар деген хат солай туған. Ленин шамданбаған сол хатты ендігі пысықтар қоңырау қылып қағады да жүреді. Сөйткен ахаң енді ақ теңізде айдауда жүр деп Рысқұлов қолын жайып, шарасыз екенін байқатқандай болды. Баяғыдай телеграмма жіберіп, құтқарып алатын дәурен жоқ. Әуезов те сәл қозғалақтап қойып, бұл әңгімені тұтата түсті. Елім деп еңіреген ер ахаңдай-ақ болсын. Қалың елдің кінәсі жоқ әлбетте. Бірақ сол елдің шала оқығандары неге қудалайды ахаңдарды? Міне біздің зор қасірет. Алыстан жау шапты дейтін емес. Қудалаушы көре алмаушы, жақыннан жау іздеуші өзіміздің атқамінерлеріміз. Ахаңның әлгі бір атақты өлеңі қалай еді? Соларға арналған ғой деп Рысқұлов. Сол өлеңнің басын есіне түсіре алмай, маңдайын қолымен тіреп отырып қалды. Я пәлі, ол мынау ғой деп Әуезов көмектесіп жіберді. Қиын емес абақтыға жапқаны, қинамайды дарға асқаны, атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері үріп қапқаны. Сұмдық қой деді Рысқұлов, алақанымен санын бір салып қалып. Өз ауылымыздың иттері. Былтыр ғана шәкәрімді айдалада атып тастаған. Өз ауылымыздың иті. Мағжанды ұлтшыл деп, пантюркист деп, сары уайымшыл деп, феодализмді көксеуші деп, Әуезов арқасы қозғандай алқына қайта-қайта жөткіріне сөйлеп кетті. Айналайын Жүсекем қандай еді? Жүсіпбек Аймауытовты айтамын. Әуезов толқығандікі ме, әлде шыннан науқас па? Кенет жөтел қысып, қалтасынан орамалын алып, аузын басып кәдімгідей демігіп қалды. Кешіріңіз аға деді, көзінің жасын сүртіп. Тас түрмеде жатып, денсаулығыңды бұзып алғансың-ау, деп сезіктенді Рысқұлов. Я деді Әуезов, сол қысылғандай, өкпеме дақ түскен сияқты. Түрме деген нағашының аулы емес көрінеді аға. Түрменің дәмін 10 жасында татқан адамға оны түсіндірмей қой деді Рысқұлов, жабырқап. Аурудың алдын алу шарт, сеземдел. Соны өзіңізбен ақылдасайын деп едім Тұрар аға. Бір жағынан қысылып та отырмын. Елдің жағдайы анау, жұмыс басыңыздан асып жатқанда, бүкіл елдің тауқыметі зіл болып, арқаңызға батып тұрғанда, мен өзімнің пәндәуи жағдайымды айтып, әуре еткенімде жарамас. Елің қасіретке тұншығып тұр, оны тас қапаста отырсаң да сезген шығарсың деді Рысқұлов, жүзін қайғылы көлеңке кіреукелеп. Бірақ ажалда шаршайтын шығар, не бопты? 6 миллион қазақты ажал тып-типыл ете қоймас. Зұлымдық қақалатын күн жақындап қалды-ау деймін. Сонда қалған қазақтың қапалы көкірегіне сәуле шашатын өзіндей азамат керек. Жазушы жоқ ел, жарлы ел. Білесің бе? Франция, Англия, Германия, Ресейде өткен ғасырларға әлемді таңғалдырған жазушылар шыққанда, Польша әдебиеті кенжелеу еді. Ал Адам Мицкевич дүниеге келгеннен кейін поляктар басқа европалық елдермен иық теңестіргендей болып, еңсесі көтеріліп қалды. Көрдің бе? Жалғыз Мицкевич, ал біздің қазаққа Мицкевичтер керек емес деп ойлайсың ба? Ол сен емессің бе, Мұхтар? Пәлі Тұрар аға, тым асырып жібердіңіз деп Әуезов қозғалақтап, құлқыл өңіне қызыл рай жүгіріп, тіпті ай маңдайы жіпсіп кеткендей болды. Еліңнің трагедиясы теңдессіз деп жалғады ойын Рысқұлов. Омыртқасы опырылып кеткендей. Ал бірақ омыртқада орнына келер-ау. Ең сұмдығы рухы сынбасынде. Халыққа рух беретін сен сияқты жазушылар, рухынан айырылған халық, мүлде өлген халық. Сондықтан сен ең алдымен керексің халыққа. Әттең, сендейлер аз, бірен-саран. Ғабитпен қалайсың? Ғабиттің болашағы зор деді төтен сұраққа Әуезов. Арлы азамат, кейбіреулер сияқты жалтақтап қалған емес, сойыл соғар емес. Дұрыс деді Рысқұлов нығарлап. Кейбір жазушы сыншы сымақтар Голошокиннің сойыл соғары болып кеткенде, Ғабит сол Голошокинге тайсалмай қарсы шықты. Міне бұл ерлік.
Мүсірепов енді ештеңе бітірмей ақ қойса да, сол ерлігінің өзі халықтың көкірегінде жатталып қаларлық. Сол Голошокин Ғабит сияқты жас жауқазындарды түп-түгел жуадай солдырып жібермесе не қылсын деп әуезіп қауіп айтты. Голошокиннің күні таянған шығар. Мен Моңғолияда болдым ғой, Мұхтар. Моңғолдардың арғатасы бізбен бір сияқты. Сол моңғолдарда балаға қарақұстың көлеңкесі түскені жаман ырым екен. Моңғолдар одан өлерде қорқады екен. Голошокиннің өртті көлеңкесі Қазақстанның соншалықты кең даласын шарпып кетті. Енді оның кететін кезі таяп қалды ау деймін. Лайым солай болғай, деді әуезов, мына әңгімені құныға тыңдап отырып. Сонымен менің тілімді алсаң, өкпе ауырын емдейтін курортқа бар. Асқынбай тұрғанда алдын ал. Мұнда аялдайтын шаруаң болмаса, тез жүріп кеткенің жөн. Қырымда жақсы курорт бар. Жолдамаң менің мойнымда, Мұхтар. Алла разы болсын, Тәңірі жарылқасын Тұрар аға. Түрмеде жазу сызу болмайтынын білемін. Енді денсаулығыңды түзеп, әлденіп алған соң, кірісерсің ғой бір жұмысқа. Не жазбақсың? Жазатыным бар, Тұрар аға. Басқалары бір төбе, кесірінен сақтаса, жазарым бір төбе. Ол Абай туралы керемет хикаялар көкірегімде сайрап тұр. Абайдың ар жағында қазақ, қазақтың бүкіл болмысы тұр. Бұл ғұмырда көретін қанша жарық сәулем бар, бәрін соған арнамақпын, Тұрар аға. Абай менің тәңірім, Абай менің бүкіл өмірімнің мәні, Абай менің ғашығым. Құдірет обасында кеудеме иненің жасуындай сәуле ұялатқаны рас болса, бәрін сарқып Абайыма бермекшімін. Тіршілік болып сенің сол шығармаңды оқуға жазсын, деді Рысқұлов. Абайды Тоғжановтар жау көріп, жат санап жүргенде сен дос көріп, пір тұтып, оның ұлы аруағын тірілтпек талабыңа гүл бітсін, Мұхтар. Абай сияқты арысы бар елдің ырысы бар. Абай барда әлем алдында қазақтың жүзі төмен болмайды. Жетесіз жандар соны түсінбейді. Түсіне тұрып қараласа, күнәсі екі есе ауыр. Сол күнәкар сорлылардың күнкөріс үшін арын сатқан құлшыл көмейіне құм құятын сен бол, Мұхтар. Айтқаныңыз келсін, деді ырымшылдау әуезов, шын тебіреніп. Қазіргі қазақ сыншыларын Абайға көзқарасынан тануға болады. Абай барометр, Абайды мансұқтаушы, ұлттың шіріген жұмыртқасы. Абайды таныған талант, ұлттың үміті. Үмітсіз шайтан деген. Сен сол үміттің ең жарық жұлдызы болсаң керекті. Сенің амандығың ұлттың байлығы. Абайды Абай арқылы ұлтты сүйетін Смағұл Сәдуақасов сияқты арыстардың Голошокин сағын сындырып жіберді. Енді сенің сағың сынбасын. Көбінесе ашыла бермейтін тұйықтау Рысқұлов бұл түні бір бауырын жазып, көсіле сөйледі. Тағдыр бір туған бауырлардан кемтарлау қылды. Ағайын туған аз емес, бірақ бәрі дерлік, жер бауырлап жүреді. Қанаты қат-қат биікке ұшар біреуі жоқ. Осылайша бір отырып әңгімелесуге жарайтын, арман ақтарысатын күнбе күнгі, күйбің қу тірліктен биіктеп, әңгімені әріден тартып, айтатыны жоқ. Мысалы, оразбақпен осылай отырып, мұң шер тарқата аласың ба? Әйтеуір бар болсын, аман болсын. Ал оған қарап Рысқұлов бауырдан, дос жараннан ада екен деу тағы обал. Армандас тілеулес ағайыны әр тарапта бар, әр ұлтта бар. Осы Мәскеудегі Нығмет Нұрмақов, Нәзір Төреқұлов, Сұлтанбек Ходжанов, өзге ұлттардан кешегі Латыш, Рудзутак, Дағыстандық Қорқмасов, сонау қиыр тегістіктен шыққан сахалар Уюнский, Аммосов, Өзбектегі Әкмал Икрамов, Қырғыздан Абдрахманов, Сталиннің алғашқы құрбандарының бірі болып кеткен татар Сұлтанғалиев. Рысқұлов дос жараннан кенде емес. Ал енді оның омақасы құлауын Құдайдан күндіз-түні тілейтіндер де табылады. Кабинеттің есігін ептеп тақылдатып, қолында подносы бар Әзиза кіріп келді. Көзі ұйқылы. Кешіріңіздер, шай келдім деп подносты үстелдің үстіне қойды да, жай жымиып тағы да, кешіріңіздер деді. Пәлі сіз кешіріңіз деп, әуезіп, не жеңге дерін білмей, не табан астында аты аузына түспей, абдыраңқырап қалды. Жеңге деуге қимай ма екен уыздай жас. Жеңгеңнің аты Әзиза деп Рысқұлов демеп жіберді. Айтқансыз. Түн ұйқыңызды бөлгенімізге кешірім болсын, Әзиза деп түзелді әуезіп. Оқай емес, сіз сияқты аса сыйлы мейман күнде келіп жатқан жоқ деп Әзиза есікті жауып шығып кетті. Бұл өзі ыңғайсыздау болды-ау, бағана таныстырдым ғой. Жеңгең осы.
Ташкентте көргенім басқа еді ау деп таңғалып отырған шығарсың. Ол жеңгеңде Надя, осында, Мәскеуде. Одан София деген қызымыз бар. Ерлі зайыптылар ретінде ажырасқанмен ең жақын туыстардай араласып тұрамыз, деп Рысқұлов күдік күмән қалдырмай әңгімені ашып салды. Осы ұмытпасам Жаһаншақ Досмұхамедовпен бажа едіңіз ау, деп қалды Әуезов. Дұрыс айтасың, Жанша менің бажам болатын. О да осы маңда. Дегенде Надямен ажырасқанымызды жақтырмай, кінәлап жүрді. Қазір жақсымыз. Сол баяғы адвокатурасымен айналысады. Тағдыры қиын адамдардың біреуі сол. Аса білімді кісі ғой Жанша. Білімділердің тағдыры оңай болмайды, деді Рысқұлов. Әуезовтің пиаласына шай құйып. Әсіресе халық үшін қабырғасы қайысатындар көп азап шегеді. Парадокс. Қазіргі біздің Қазақстан, кешегі патшалық Ресейдің отары еді ғой. Жанша Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаевтар, тіпті Ахметті, Алиханды, Міржақыпты, Мағжанды былай қойғанда, міне сол Жанша мен Мұхамеджановтар отаршылдыққа қарсы, азаттық үшін, дербестік үшін күресті. Бұларды кеңес өкіметі жау көреді. Ал Үндістанның азаттығы үшін күресіп жүрген Махатма Гандиді мақтайды. Саясат пен моральдың қиыспайтын жері осы. Саясат бір төбенің үстінде, мораль бір төбенің үстінде. Моральсыз, имансыз саясат сайқал саясат. Бүгінде көп айтылып жүрген халықтар теңдігі, ұлттар бостандығы, тең құқылы одақ. Ал бірақ Ленин іс басынан кете бастаған. Лениннің тұсында ақ. Одан кейін сталинизм кезінде мұның бәрі әдіре қалды. Оны қазір Қазақстанның қалпынан көріп отырмыз. Ал Мұхамеджанов болса кеңес өкіметіне адал қызмет етті. Мен саған айтайын, Мұхтар, түрксібті салған Мұхамеджан. Соның асқан инженерлік білімі арқасында түрксіб мезгілінен 1 жыл бұрын іске қосылды. Миллиондаған сом қаржы үнемделді. Ал енді кеңеске соншама пайдасы тиген адамды кеңес өкіметі соттап жіберді. Қазір Воронежде жүр. Неге? Сол баяғы Алаш кезінде түрксібке қызметке айтысып жүріп алдырған мен едім. Ал енді қазір оған ара түсе алмаймын. Айдаудан құтқара алмаймын. Не деген қорлық? Рысқұловтың күйінішін аздап болса да басқысы келгендей Әуезов. Оның есесіне тұтас халықты қорғап жатырсыз ғой, деп қалды. Рысқұлов та пенде, сәл жібейін деді. Жылы сөзді кім жек көрсін? Тек көлгірсімесе болғаны. Ал Әуезов шындықты айтты. Голошокин көп замай кететін шығар, деді Рысқұлов жадырап. Бірақ голошокиншілер өзіміздің голошокиндер. Қортиып отыра береме деп қорқамын. Қолынан қайыр бермейтін қортиғандар би болды, деп Әуезов қостады. Қазақстан аспанынан қара бұлт арылар ау. Бірақ Қазақстан тарихында өмірі өшпейтін қара таңба қалып қоятын болды. Қазақстан ғана емес, кеңес өкіметінің өзегінде Рысқұлов бас изеді. Кеңес одағына таңба, оның рас. Әйтпесе халықты соншама ашаршылыққа ұрындыратындай кеңес елі мүлде мүшкіл халде де емес. Шетелден қарызға алса да астық тауып беруіне әбден болады. Мен Сталинге о басында айттым, көшпенді қазақтың малын колхоз алады екен, ендеше астықпен қамтамасыз етейік дедім. Орындамады. Қайта қабының түбіндегі қалған құтқанын да тартып алды. Менің бір ұқпайтыным, деді Мұхтар. Сталин жолдас ақылды кісі. Әйтпесе өзінен күштілерді өңгеріп кетпеседі ғой. Бірақ өте айлакер. Ал айлакер болу үшін ақыл керек. Айлакер бола тұра алдағысын неге болжамайды? Алдағы ұрпақ оның жауыздығын әшкерелемей ме? Тирандардың ешқайсысы ақыретін ойлап жатпайды. Нерон солай, Калигула солай, Наполеон солай. Олар шексіз мансапқа мас болып, соның мастығымен кейінгісін мансұқ етеді. Тирандардың бастығы баяғы Шыңғыс ханның Сүбетай Баһадүрінің мастығындай ғой. Білетін шығарсың, Сүбетай Баһадүр шабуылға шығарда бір ту биенің күре тамырын қиып жіберіп, жып-жылы қанды тойғанша сіміріп алады екен. Сонда екі көзі қанталап шыға келеді екен. Ал енді Сүбетайды тоқтатып көр. Тирандарда сондай бір қан сұраған қорқаулық бар. Көздерін қызғылтым шел басып қалатын болу керек. Біздің істекені де сол тирандардың сауығын киіп алуға пейіл екен. Бірақ олардан бір өзгешелігі, жеке басы дүние қоңыз емес, дүние жимайды. Қашан көрсең қоқиып жалғыз френчпен, сол баяғы қырым етікпен жүреді де қояды. Үйінде де жиһаз жоқ.
Алтын күміс жарқылдаққа құмар емес. Бар құмарлығы билік. Билік болса байлық не керек? Екеуі осылайша енді қайтып кездеспестей. Мына алмағайып заманда әлде қандай күндер болады. Армансыз құмардан шығайық дегендей. Бірін бірі қимай таң атқанша отырды. Таңның атқанын олар Мәскеу көшелерінде қысқа аязды сықырлата жүре бастаған трамвайлардың шиқылынан байқады. Рельстің бұрылысында трамвайлардың доңғалақтары шыңғырып жіберді. Мәскеу ұлы қала енді ұйқысынан ояна бастайды. Таң атса да әлі қараңғы. Биік үйлердің шамдары бірінен соң бірі жарқ-жұрқ ете қалды. Ал Рысқұлов кабинетінің шамы таң атқанша жанып тұрды. Талай әңгіме сыр тегі ағытылды. Біреуі тас қапаста жалғыз отырып, әңгіме аңсап қалған. Біреуі тағдыр қапасының қыспағына түсіп, көптен бері жақын доспен сұхбаттаса алмаған. Сол түні Әуезов Шәкәрім қажының қайғылы тағдырын, арман дариясын кешіп, дүниеден өткен Абай данышпанның әрқилы кезеңдерін айтты. Рысқұлов ертеде Ташкентте оқып жүргенде Көлбай Тегісов деген азаматпен қалай танысқанын, ол құрған 300-дің тарихын, Мұстафа Шоқайевпен қалай кездескенін айтты. Мұстафа Шоқайевты да келер бір ұрпақ зерттеп, байыбына барып түсінуі мүмкін деді. Өте күрделі, өте зерделі ер еді. Адасқаны да ақиқат, бірақ халық деп жүріп шетелге қаңғырып кетті ғой деді. Мосекең шетелде бір кітап шығарыпты деді Рысқұлов күлімсіреп қана. Жарықтық маған тиісіпті. Рысқұлов Сталиннің сүйіктісі, фавориті депті. Сталиннің сүйіктісі болсам, 6 айдан бері алдына қайта барып, Қазақстанды аштық ажалынан құтқара көр деп жалынып, сол 6 айдан бері сөзімді өткізе алмай қояр ма едім. Әйтеуір енді бері қараған сияқты. Қайтадан аунақшып, айнып қалмаса екен деп, күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ Мұхтар. Бедірейген бедеу аспанға қарап, көк тәңірден бір тамшы жаңбыр тілеген бәдәуидей уақытты өткізіп жатырмыз. Сен аман бол Мұхтар. Бұл нәубетте өтер кетер, бірақ тарихқа жазылмай қалама деп қорқамын. Халықтың тағдырынан гөрі қуғарының қамын көп ойлайтын күнкөрістің құрбандары тарихты бұрмалайды-ау деп қорқамын. Өмір жетсе осының бәрін жазушы болмасам да, тарихшы ретінде өзім жазар едім. Кім білсін. Қырғызстан деген кітабым шықты. Енді Қазақстан атты дүние жазсам ба деп едім. Қарттар адамның айтқаны болмайды, Алланың дегені болады деуші еді. Бұйырса жазамын. Ал енді бұл тарихтың көркем сөзбен жазылған нұсқасы да болуға керек. Тарих барып тоқтаған жердің ар жағын, тылсым жағын көркем әдебиет көре алады. Ал енді бұл саған аманат Мұхтар. Сенің ғана қолыңнан келеді. Қазақтың басқа қаламгерлерін мансұқтамаймын. Ғабит те, Сәбит те жазар. Ал сен жазсаң жөні бөлек болар еді. Бұл сұрапыл война и мирге бергісіз ғой. 1812 жылы Ресейді жау шапты. Ал 1932 жылы Қазақстанды сырттан жау шапқан жоқ. Өзімізді өзіміз шаптық. Оның философиялық әлеуметтік астары басқа. Мұны бізге Шолохов келіп жазып бермейді. Мұны сен жазасың, Мұхтар. Әуезов басын шайқады. Тұрар ағай-ай, айтқаныңның бәрі алтындай. Бірақ біз Эзоптың дәуірінен де қиын дәуірде тұрмыз ғой. Бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ деген мақалдың дәурені өткен. Оны білемін ғой деп қарсыласты Рысқұлов. Бірақ сен жаза бер. Заман үнемі осылай болмас. Сталин айтады, социализм аяғынан нық тұрған кезде централизмнен нағыз демократияның өзіне көшеміз дейді. Сондықтан одайы қыспақ бола бермес. Сен жаз Мұхтар. Ақылды адамдарда қателеседі. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деген қазақтың көне грек философтарынан несі кем? Рысқұлов Сталинге әлі сенеді. Сталиннің тұла бойына залымдық пен түрпідей түк шығып, қаулап өсіп, қалыңдап бара жатқанын басқа білмесе де, Рысқұлов білуі керек қой. Қанша ақылды соңғыла білімді дегенмен, қайран қазақтың сенгі шаңқаулығы, атавизмдей арылмай, табиғатында қалып қалған. Әуезов тық-тық жөтеліп, онысын білдірмейін деп, жөткірінген болып, орамалмен аузын басып, теріс айналды. Өзі науқас, жолдан арып келген адамды демалдырмай қинадым ба деп Рысқұлов сезіктенді. Бірақ соны байқап қалған Әуезов
бетін бері бұрып, езу тартып. Бұл түн ұмытылмас түн болды. Лұқпан хакім айтқандай мың жасап қалдым деді. Адам баласы мың жыл жасаушы ма еді тәйірі. Хакім өзі тектес ойлылармен әңгіме дүкен үстінде өткізген әрбір күнін бір жылға балаған ғой. Ал нәсіп болса ұлы нәубет туралы да жазармын. Аяулы абайымды жазсам арманым сол. Ол да қазақтың қатал тағдыры, мол қасиеті мен соры туралы болмақ, аға. Қазақтардың қаналуының бел ортасы, талабыңа таудың ұлылығын берсін, Мұхтар. Қазақ қаналуының көркем эпопеясы керек бізге, деп Рысқұлов ширыға түсті. Қазақстан туралы кітабыма материал қарастырып жүріп, қолыма Әлихан Бөкейхановтың 1910 жылы Петербургте шыққан үлкен бір жинаққа енген Қазақтар атты мақаласына тап болдым. Сонда Бөкейханов екінші думаның депутаты Марков дегеннің сөзін келтіреді. Ол сөзі товарищ дейтін басылымда 1917 жылы жарияланыпты. Сонда депутат Марков не деген деп ойлайсың? Оны ауызбен айтудың өзі сұмдық. Рысқұлов жазу үстелінің тартпасынан бір қалың көк дәптерді алып, ары-бері ақтарып, міне таптым деді. Міне, Киргизия қазақтар дегені, потомки Орд, Чингисхана и Тамерлана, и что с ними нужно поступать, так как поступали с краснокожими в Америке. Рысқұлов көк дәптерді тарс тегізіп жауып, тартпаға қайтадан лақтырып жіберді. Жаңағы оқыған сұмдық сөзге көк дәптер кінәлідей шиіріп тастады. Көрдің бе, Мұхтар? Сонда ол Шыңғысхан мен Ақсақ Темірдің сонау замандардағы сойқанына бола қазіргі қазақтар сорлау керек. Ал сондай залым ой иелерінің қазір жоқ екеніне кім кепіл? Рысқұлов сәл сабасына түсіп, мырс етіп. Сталин оқта-текте маған қалжыңдаған болып, Түркістанның Шыңғысханы дейтіні бар. Әдепкіде шын қалжыңы шығар деп қалып жүрдім. Енді ойласам артында зілі бар ма деймін. Көз алдымда бір адам шөлден қаталап өлейін деп жатыр делік. Қасында шелек толы суы бар бір кісі отыр делік. Сонда әлгі ол үстінде жатқан байғұсқа бір жұтым су бермегені қалай? Қазақстанға, қазақтарға деген Сталин мен Голошокиннің әрекеті де солай ма? Сондықтан, Мұхтар, бір тумақ бар, бір өлмек бар. Тіршілікте зұлымдықпен арпалысып қал. Мен енді соған басымды тіккен адаммын. Арты не болары бір тәңірге аян. Көп сөйлеп мазаңдалдым. Кешір. Енді қайтып мұндай бір жұлдызы жарқыраған сәттер орала ма, жоқ па, қайдан білейін. Келгеніңе, сәлем бергеніңе рахмет. Қаяулы көңіл бір жеңілейіп қалды. Ал енді ертең. Ертең деймін, таң атып қалды ғой. Бүгін саған жолдама жаздырамын. Қырымға келістік қой. Келістік деп күлді Әуезов. Осылайша ойранды 32 жылдың қалың бұлт қаптаған бір түнінде екі жұлдыз таң атқанша жарқырап тұрды. Қазақстанға қайтпайсың. Сталиннің қабылдауында болып, оның кабинетіне кіру, арыстанның апанына қарусыз кірумен бірдей. Қайтадан тірі шығарың, яки өлі шығарың не қайбіл. Сталин өзі атып тастамайды әрине. Қолында шексіз билік болса, қаһарынан барлық пенде қалтырап тұрса, содан ләззат алатын қасиет тирандарға тән. Рысқұлов соңғы кезде Сталиннің қабылдауына жиі келетін болды. Бұған жалтырбас лайкөз көмекші таңғалатын сияқты. Сталиннің оң қолы мен сол қолы іспетті. Молотов пен Кагановичтің өздері сирек келетін кабинетке Рысқұловтың қайта келуі кезекшіге жұмбақ. Сталин оған Рысқұловты шақыр дейді. Ол тапсырманы орындайды. Ал Сталин мен Рысқұлов не туралы сөйлеседі? Ол жағы белгісіз. Рысқұлов келгенде де, шыққанда да сыр бермейді. Бір нәрсе анық, не Рысқұлов жоғарылайды, не жойылады. Көмекші осылай ойлайды. Ал Рысқұлов үшін бұл көмекшінің тұсынан өту, тозаққа барар жолдағы Сербердің тұсынан өтумен бірдей. Аңызда діни мифологияда сондай бір төбет бар. Өте қорқынышты. Бұл жолы да Рысқұловқа лай көзбен сұқтана қарап, көзі көз емес, рентген шамындай бозарып, келушінің үсті басын тінткілеп шықты. Жоқ, ол қалтаңды, қойны қоншыңды ақтармайды. Өйтсе тым тұрпайы болар еді. Бұл көзбен тінтеді. Көзінде өңменіңнен өтетін бір сиқыр бар. Амалсыз азап ойын қаза тұрады.
Егер шыннан арам ойлы болсаң, егер шыннан Сталинге қаскөйлікпен бара жатсаң, бұл сербер сенің ол пиғылыңды бірден біліп қоятын сияқты. Кезекші Рысқұловқа тақырбасын сәлейіп, миығында зәрлі жымиыспен кабинет жақты нұсқады. Сталин көрінді. Аласының өзі асқақтап көрінетіні ғажап. Мұнда да өзекті пенде түсіне бермес, бір құдірет бар. Рысқұлов діндар болмаса да, ішінен, я аруақ деді. Қорлықтан, зорлықтан, қатыгездік пен қайырымсыздықтан қырылған миллион қазақтың аруағы қолдай көр деді. Солай ойласаң да ол аруақтар бар ма, жоқ па, қолдай ма, қолдамай ма, оған көзі жетіп жатқан ешкім жоқ. Бірақ көңілге демеу, яғни өзіңді рухтандырғайсың. Мынандай сәтте әйтеуір аждаһа көрген көжектей бұқпайсың, тізеңде қалтырамайды. Рухың жігерің берік болса, әруақ қолдағаны сол шығар. Құдай оңдағанда Сталин мұртынан бүлік-бүлік күліп, баяғыша Түркістанның Шыңғысханы кел деді. О да пенде болып әзілдегісі, көңіл көтергісі келетін шығар. Әлде өзінен әлсізді, әжуалап, мысқылдап, содан жаны рахат табатын шығар. Кім біледі? Шыңғысханның рөлінде өзі болғысы келсе де, оны неге Рысқұловқа қиятыны белгісіз. Сен байқаймын, тым жүдеп кеттің, деді Сталин Рысқұловқа. Тіктеп қарап, түнімен ұйқы бетін көрмей, кірпік ілмей шыққан сияқтысың. Немене, ауырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, жолдас Сталин, денім сау. Денің сау болғаны жақсы деп бұрылып кетіп, қара трубкаға алтын жібекті ширатып сала бастады. Осының көріп келі бар шығар, деді ішінен Рысқұлов. Менің түнімен ұйықтамағанымды қайдан біліп қойды? Әлде түрім тым ұсқынсыз ба? Түнімен Мұхтар екеуміздің не туралы әңгімелескенімізді біліп қойса ғой. Бірақ Сталин Рысқұловтың түні бойы болашақ ұлы жазушымен бірге отырғанын білмейді. Мүмкін бұдан былай Рысқұловтың үйі аңдуға алынар. Оның үйіне кім келіп, кім кеткені есеп шотқа салынар. Ал дәл қазір Рысқұловтың үйіндегі колхоздың есебінен, түр-түсінен ОГПУ-дың ең ысқаққан агентінің өзі де жаңылысып қалар еді. Әрине, кеше ғана түрмеден шыққан Алаштың адамы жан жаққа бұрылмай, тікелей Рысқұловқа жолыққаны ОГПУ-дың назарында болуы әбден ықтимал. Бірақ елдің иесі, бәрінің тәңірісі бар деген. Білемін, деді кенет Сталин, бұған қырын қарап тұрып. Сөйтті де ар жағын айтпай тұрып алды. Нені біледі, деп Рысқұлов іштей сескеніп қалды. Қасқыр орманға қарап ұлғанын қоймайды. Сен де сондайсың. Қазақстан деген қайғыдан қаның қарайып, түсің бұзылып, семіп бара жатырсың. Осыны айтып Сталин бетін бері бұрды. Оныңыз рас, жолдас Сталин. Рас болса, бұл істі сағыздай соза бермей, бір жағына шығарайық. Голошокинді кері шақырамыз. 8 жылдай отырған екен, жетер енді. Рысқұловтың өңіне қан жүгірейін деді, бірақ бірден елпеңдей қойған жоқ. Жалғыз Голошокиннің кетуімен мәселе шешілмейді ғой, жолдас Сталин. Сталин Рысқұловқа ызбарлана бір қарады да, бұрылып кетті, жақтырмай қалды. Білемін, білсеңіз тезірек жәрдем беріңіз. Сонда неден бастаймыз? Рысқұлов, хатта бәрі жазулы ғой, деп мынаның самарқаулығына қорынса да сабыр сақтады. Ең алдымен тездетіп тамақ тауып берейік. Одан кейін аштардың жан жаққа босып жатқанын тоқтатайық. Одан кейін Қытай ауып кеткендерді кері қайтарайық. Оларға жағдай жасайық. Тағы да Қазақстанда 1932 жылдың басында 40 миллион мал бар еді. Одан қазір небәрі 5 миллион қалды. Немене, сонда өзімізде бұзаулаймыз ба? Табан астында қалай көбейтеміз? Колхоздың малын мемлекетке етке тапсыруды біраз жылға тоқтата тұрайық. Жеке меншік секторда малды көбірек ұстауға рұқсат берейік. Сталин, стоп, деді. Сонда қалай, кулак пен байларды қайтадан қалпына келтіру керек пе? Жоқ, деді Рысқұлов. Кулак пен бай кісі еңбегін қынаушылар. Ал тұлдыры жоқ қугедей 2-3 бас сиыр 10 шақты қой ұстаса, одан бай шыға қоймайды. Артық бас малын мемлекетке өткізеді. Ол пайда, жолдас Сталин. Тағы да Қазақстанда тым болмаса тұқымдық қорда жоқ. Көктем болса таяу, егіс басталады. Соған дейін Қазақстанға мемлекеттік қордан тұқым босатылсын. Әйтпесе халық аштықтан арыла алмайды. Тағы да
Өзіңіз білесіз, жолдас Сталин, мыңдаған қазақ республикадан тысқары облыстарға ауып кетті. Өзбекстанға, Түркменстанға, Қырғызстанға, Тәжікстанға дейін. Ал РСФСРдің көптеген облыстарында да талай қазақтар қаңғып жүр. Ішкі Ресей, Астрахан, Орынбор, Челябі, Қорған, Төмен, Омбы, Таулы, Алтай, Кемер, тағы басқа жерлерде. Солардың бәрін бірден қайтарып алу қиын ғой. Оларға жергілікті басшылық жағдай жасап, жұмыс тауып берсін. Енді олардың көбі өрт шалған Қазақстанға қайтпай, мүлде қалып та қояр. Қайғылы әрине. Неге қайғылы? Жаудың жері емес қой. Бәрі КСРО. Оныңыз рас, жолдас Сталин. Бірақ туған топырақтан ажыраған қазақ, түп тамырынан ажыраған қазақ. Ол шашырап кеткен соң, ең алдымен тілінен айырылады. Өйткені сонау төменге кеткен қазақтарға сол жерден қазақша мектеп ашып бермейді ғой. Ол қазақ енді өз салт санасынан, әдет ғұрпынан, төл мәдениетінен айырылады. Сонда не болады? Интернационалист болады, деді Сталин. Бұл теориясына масаттанғандай трубкасын жоғары шошайта көтеріп. КСРОны мекендеген халықтар бір кезде бір-ақ тілде сөйлеуге тиіс. Келе-келе дүние жүзіндегі барлық халықтар да бір-ақ тілде сөйлейтін болады. Диалектика заңы солай. Рысқұлов Сталинмен айтысқа зауқы шаппады. Өз айтқанын құптатып, дағдыланған патшалық диктаттың дәмін алған асқақ адам қазір талас көтермейді. Онымен сөз таластырам деп, істі Насырға шаптырғаннан не пайда? Мұндайда аруағынан айналып кетейін, Қожанасырдың ақылына жүгінген жөн. Баяғыда Сталин сияқты бір хан Қожанасырды шақырып алып, ал Қожеке, есегіңе 5 жылдың ішінде оқу үйрет. 5 жылдың ішінде есегің кітап оқи алмаса, басың кесіледі депті. Құп болады хан ием деп Қожанасыр қол қусыра қалыпты. Хан алдынан былай шыға бергенде, әлгі әңгімені естігендер Қожекеңе: есіңіз дұрыс па өзі? Келісе салғаныңыз қалай? Ау, есек 5 жыл тұрмақ 1000 жылда да оқу үйренбейді ғой, депті дейді. Деп күледі Қожекем, қутыңдап. 5 жылда не хан өледі, не мен өлемін, я болмаса есегім өледі. Рысқұлов Сталиннің мына зорлығына іші қазандай қайнап шыдай алмай дау айтқысы келсе де, өзін-өзі тыйып тастады. Тағы да деп Сталин өктемін қатты. Тағы да болғанда былай, жолдас Сталин, Қазақстанда таяу арада халық санағы өткізілсін. Несі бар? Өткізсек өткізейік. Одақ көлемінде өткізейік. Сталин асығыстық жасамадым ба дегендей, өз сөзіне өзі ойланып қалды. Санақ мадақтарлық болмас, өйткені аштықтан азайған жалғыз қазақтар емес. Украина, Ресейдің кейбір облыстары. Сталин сәл тұнжырап тұрды да, сонымен Голошокин кетеді деп, әңгіменің бетін бұрып әкетті. Оның орнына кім лайық? Осыны айтып, Рысқұловқа көзін сығырайта қарады. Көзін сығырайтқаны сынағаны, бұл орнынан Рысқұловтың дәмесі бар ма деп ойлайды. Рысқұлов Қазақстанды басқаруға жарап жатыр. Бірақ аузы күйген үрлепші еді. Бір кезде Түркістанды басқарып, теңдік талап етіп, тең терезе талап етіп, орталықты әуре сарсаңға салған. Орталықтан барған түрік комиссиямен айтысып, тас-талқан шатақ шығарып, қатты тулаған. Ол ұмытылмайды. Бұрынғы жолдас Сталин, жергілікті кадр өсіп жетілген жоқ деп келдік. Енді таңдауға татитын қазақ қайраткерлері бар, деді Рысқұлов. Өзіңді есептеме, деді Сталин. Әңгіменің басын ашып алайық. Сен одаққа керексің. КСРО көпұлтты мемлекет. Орталықта ұлт өкілдері отырғаны, біздің кадр мәселесіндегі ұстанған саясатымыз. Қазақстанға қазір қайтпайсың. Сонда кімдер бар? Рысқұловтың көңілі пәстеніп, құлазыңқырап қалды. Бірақ қарақұстың көлеңкесінен айығатына бойына қуат бергендей, сыр білдірмей жайдары үнмен: Нығмет Нұрмақов, деді. Көп жылдан бері орталықта отыр. Үлкен мектептен өтті. Жігерлі қайраткер. Бұра тартып бүлдірері жоқ. Нұрмақов? Деп созалаңдатты Сталин. Ана жоғары кеңесте Калининнің қасында отырған Нұрмақов қой? Ол жөнінде анекдот бір әңгіме естіп едім. Сен де білетін шығарсың. Голошокин Нұрмақовпен келісе алмай, Қазақстан Совнаркомы төрағалығынан босаттырып, орнына Ораз Исаевты таңдады ғой. Исаев істі қабылдауға барғанда Нұрмақов: ақсақ кел депті дейді. Сірә Исаев сылтып басатын болуы керек, Сонда Исаев:
Менің аяғымның ақсақ екені рас, ал сен, Нұрмаков, саяси ақсақ адамсың депті, дейді. Рас па? Мүмкін. Мүмкін болса, сол сөздің жаны бар. Рас, Мәскеуде шыңдалған шығар. Бірақ ол Исаевпен қалай жұмыс істесе алады? Жаңылмасам, сендерде ғой деймін. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейтін. Нұрмаковқа болса, Исаевты құрбандыққа шала алмаймыз. Олардың бастарын бір қазанға салып пісірудің қажеті жоқ, жолдас Сталин. Олардың басы пісіп болған. Балаңдық аурудан арылған. Екеуі бірлесіп жұмыс істесе алады. Білмеймін, өте күмәнданамын, деп Сталин семіп қалған ауру қолын бұлғаң еткізді. Сендерде қазақтарда ру дейме, жүз дейме, бір ауру бар ғой әйтеуір. Көзіңе мақтағаным емес, біздің европалық коммунистер Түркістан мен Қазақстан қайраткерлерінің ішінен сені ерекше атайды. Бірақ сөйткен сенің өзіңді де өз ағайындарың сыйдырмады ғой. Ходжановщина, Рысқұловщина, Мендешевщина, Сейфуллинщина, тағы қандай шиналар бар? Осының бәрі сол ру таласы. Бұл ауру сендерге сүтпен кірген, сүйекпен кетеді. Рысқұлов іштей пішайман болып, өзегі өртенді. Ай, қайран Қазекем, ақыры мына Сталинге де табалаттың ау деп күйінді. Сондықтан, деді Сталин, енді бұғалық тастап, қылғындырып, Қазақстанға қалыс адам керек. Қазақтардағы барлық рулардан, барлық жүздерден тысқары тұратын, ешбір руға, ешбір жүзге бүйрегі бұрмайтын, қарағылды қақ жаратын әділ адам керек. Дұрыс па, Рыскелов? Дұрыс қой, деп қиналды Рысқұлов. Не бірақ? Қазақ Республикасы құрылғалы 12 жылдан асып барады. Осы уақытқа дейін республика, партия ұйымын бірде-бір қазақ басқарған емес. Бұл ұлт үшін үлкен намыс. Басқалар бізге өз өлкелік комитетін басқаруға жарайтын бір ұлт тудырмаған. Не қылған халық деп бірі күліп, бірі табалайды. Оның үстіне Сталин шытынай бастады. Шыдамсызданып, оның үстіне деді. Оның үстіне алыстан келген кісі жергілікті халықтың тілін білмейді, ұлттың психологиясын, әдет ғұрпын, тұрмыс салтын білмейді. Сөйтіп орасан қателікке ұрынады. Оны мына Голошокиннен көріп көзіміз жетті ғой. Голошокин 8 жылдың ішінде қазақша 8 сөз үйренген жоқ. Үндістанды билеуге тағайындалған Англияның губернаторы да бір, Голошокин де бір. Бір айырмашылық, Англияның губернаторы Үндістанның халқын жасанды аштыққа ұрындырып, жартысын қырып тастаған жоқ. Рысқұлов тым-тым алысқа кетіп қалды. Мұнша ашық кетпеуі керек еді. Бірақ барды айтып, батыл сөйлейтін қуауыз бұл жерде де ауыздыққа бой бермей, арындап кетті. Сонау 20 жылдың өзінде Фрунзе Куйбышевтер Мәскеуге орталық комитетке талай ескертті. Рысқұлов ерен қайраткер, бірақ мінезі бір беткей деп. Сонысынан басына таяқта тиді. Тиылатын уақыты да болды, бірақ қалай арындап кеткенін кейде өзі де байқамай қалатын шығар. Ұяда не көрсең ұшқанда соны аласың дейді ғой. Тау-Шілмембеттің ақсақалы Ахат қария, інісі Рысқұлға ұдайы. Көштімен күреспе, ұлықпен тіреспе деп айтып отыратын. Сонда тордағы жолбарыстай шиыршық атқан інісі Рысқұл азуын қайрап, шықшыты бұлтыңдап, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес, еңкейгенге еңкей, әкеңнен қалған құл емес, деп шапшитын. Рысқұл мұны айтып қана қоймай, іс жүзіне де асырды. Көштілермен күресті, мықтылармен тіресті. Бір болыстың бетіне түкірді, бір болысты атып өлтірді. Ақыры айдалып кетті. Мына Рысқұлов соны көріп өскен. Шындық үшін жаны шыңғыратын қасиет бала кезден жабысқан. Әкеден оған мұраға байлық қалған жоқ. Әкеден мирас болып, тек рухы ғана қалды. Рысқұлов рухы, жігері, шарболаттай берік кісі еді. Сталиннің сарғыш көзі тотияйын сепкендей жасылданып Рысқұловқа ұзақ қарады. Сенің ашынатын жөнің бар, деді, күтпеген жерден. Айталып Грузияны барып бір қазақ басқарып отырса, оған грузиндер қалай қарар еді? Логикаң орынды, бірақ кім біледі, адамына байланысты шығар. Тарихта ондай мысал аз емес. Айталық сенің арғы бабаң, Қыпшақ бейбарыс Египетті биледі ғой, және қалай биледі? Тағы бір бабаң Бабыр Үндістанды биледі, және қалай биледі? Жалайырлар Иранды 100 жыл басқарды. Ол тарих, ол өткен тарих. Рысқұлов Сталиннің ақылының алғырлығына тәнті.
Тройский Сталинді шала сауатты деп күліп, менсінбей келді. Сталин діни семинарияның өзін бітірмей шығып кеткен. Сонда бұл осыншама білімді қайда жүріп жинаған? Сол өткен тарихқа оқтын көз тастап, асылын алып, сасығын садақа тастау әбден пайдалы, деді Рысқұлов. Сіз айтқан Сұлтан Бейбарыс Египетке орасан зор пайда келтірген қайраткер. Египет қана емес, бүкіл таяу шығысты крест тағушы дегендердің қырғынынан сақтап қалған орасан тұлға. Ол өзі басқарған елді қырған жоқ, қайта қырғыннан қорғап қалды. Ал Бабыр болса артында мәңгі өлмес мәдени тарихи мұралар қалдырды. Жалайырлар моңғолдардың шапқыншылығынан қалған басқыншылар. Олардың Иранға не жақсылық істегенін мен білмеймін. Міне Рысқұлов, өте дұрыс айтасың, деп Сталин қуанып қалған сияқты. Сенімен айтысудың өзі әрқашан пайдалы. Әйтпесе мен сенімен осыншама уақыт алдырып, сөз таластырмас едім. Демек, Қазақстанға біз Қазақстанның, қазақтардың жанын түсінетін, жақсылық жасайтын адам жібереміз. Сталин трубкалы қолын безеп, сарғыш тістерін көрсете күліп, семік қолымен мұртын сипап қойды. Оның осы күлкісі мен болмашы қимылының өзі Рысқұловтың жолын буып тастағандай болды. Рысқұлов Қазақстанды басқаруға жарайтын қазақ азаматтары аз емес. Нығмет Нұрмақов, Нәзір Төреқұлов бар, Сұлтанбек Ходжанов бар, Санжар Асфандияров бар, Ораз Жандосов, Жалау Мыңбаев, Әбілқайыр Досов, тағысын тағылар толып жатыр деп тағы тіреспекші еді. Сталиннің бұна мекірене күліп, мұртын сипағаны соңғы тұжырымдай көрінді. Ендігі ерегес сөздің бәрі бос сөз болмақ. Рысқұловтың бұл ойын сезіп қалғандай Сталин. Ал қазақ жолдастар рушылдықтың, жекшілдіктің қаншалық зиянды екенін әлі де болса түсінсін. Бәлкім басқа ұлт өкілі басқара бергеніне намыстанып, бастары бірігер, рушылдық, жекшілдік аурудан айығар. Әне сонда республиканы қазақ басқарсын, деді. Ол заман қашан келмек? Жүзге бөлінгеніне жүздеген жылдар болды. Бөлінгенді бөрі жейді, жеп келе жатыр. 300-дің хандары үш жаққа тартып, ақырында әркімнен таяқ жеді. Қалмаққа қарсы соғыста ғана бастары біріккенде еді, кейін қайта адырады. Бастары бірігу үшін тағы да аңырақай керек пе? Аңырай болған жоқ па? Сен риза болмай қалдың ау? Тұрар, деді Сталин, Рысқұловтың тұнжыр түрін байқап. Қазақтарды аштықтан құтқар дедің. Жарайды, құтқарамыз. Есіңде болсын, Кеңес одағында қазір артылып жатқан астық жоқ. Сонда да болса Қазақстан үшін қарастырамыз. Әлгі айтқан ұсыныс талаптарыңды іске асырамыз. Голошокинді кетіреміз. Енді не керек? Қанағат қайда? Рахмет, Иосиф Виссарионович, деді Рысқұлов, риза екенінің белгісі ретінде. Жолдас Сталин деп қатып қалмай. Бәріне рахмет. Тек Голошокинді Голошокинмен алмастырмасаңыз болды. Әне, риза емессің, деп Сталин қос қолын жайды. Риза емессің, тауфиқсыз. Рысқұловтың көмейіне талай сөздер кептеліп келіп ақ тұр. Бірақ беті бері қараған істі бүлдіріп аламын ба деп тілін тістеді. Рахмет тағы да, деді. Тек саяси бюро шешімі тезірек шығып, тезірек іске асса екен. Сталин мырс етті. Саяси бюро, деп телефонға қолын созды. Кнопканы басып қалды. Жолдас Молотов, ар жақтан дауыс. Тыңдап тұрмын, жолдас Сталин, деп елпең етті. Рысқұловтың ұсыныстарын негізге алып, шешім дайындаңыз, тез арада. Мақұл, жолдас Сталин. Бүгіннен бастап іске асырылсын. Құп болады, жолдас Сталин. Голошокинді Мәскеуге шақырыңыз. Командировкаға ма? Жоқ, мүлде. Сталин тұтқаны қондырғысына сарп дегізіп салып қойып, Рысқұловқа қарады. Міне, саяси бюро шешімі. Саяси бюро деген мен, соны да білмедің бе дегендей, күстәнәләй сөйледі. Рысқұлов білместігіне опынғандай. Кешіріңіз, жолдас Сталин, деп күмілжіді. Сталиннің император екенін ұмытып кеткеніне ренжіп, өзін-өзі кінәлап, дауысы бүлініп шықты. Әңгімелес серігінің ойын оқып қоятын көріпкелдігі бар Сталин. Саяси бюро мәжілісін шақырып, сенің ұсыныстарыңды жан-жақты талқылап, сарапқа, дауысқа салып жатқанға қанша уақыт керек? Асықтырған, ышқына тықыршып тұрған өзің емессің бе, Рысқұлов, деді. Я, деп Рысқұлов қостаған болды. Бірақ ойы мүлде алысқа адасып кеткенде еді.
демократия, әділет, азаттық деген ауылдарды іздеп адасқандай. Қазақстан РСФСР құрамында егеменді автономиялы республика, бірақ өзін-өзі басқара алмайды. Тіпті оның тағдырын РСФСР үкіметі де шеше алмайды. РСФСРдің бір бастығы Рысқұлов не келеді қолынан? Бәрін орталық шешеді. Орталық үшін саяси бюро шешеді. Саяси бюро үшін Сталин шешеді. Айналып келгенде бір-ақ адам. Ол құдірет. Сол құдіретін жаңа ғана көрсетті. Телефонның бір кнопкасын басып қалуы мұң. Бір кнопка миллиондардың тағдыры. Миллиондардың тағдырын түймедей ғана бір кнопкаға бағындырған Сталин. Ұлы емегенде кім ұлы? Осы үшін ғана жасасын Сталин деп, өңешің үзіліп кеткенше айқайлауға әбден болады. Жасасын жолдас Сталин деп айқайлап жіберді кенет Рысқұлов, қолын көтеріп. Сталин таң қалып, Рысқұловқа состия қарады. Ұлы Сталин мәңгі жасасын, деді Рысқұлов, жер қайысқан халықтың алдында, мінберден айқайлағандай айқайлап. Тұрар, не болды саған, деп Сталин састы. Рысқұлов енді кімнің алдында тұрғанын ұмытқан сияқты. Ұлы Сталиннің не болды дегенін де естімейтін сияқты. Халықтардың ұлы көсемі Сталин жолдас, мың жасасын, деп Рысқұлов. Сталин кабинетінің сары шілтері терезесінен бүкіл әлемге жар салып, бұл дауысқа еліріп, екпіндей басып жалтырбас көмекші кіріп келді. Сталинге қастандық болды ма деп зәресі жоқ. Жалтырбас көмекшіні көргенде ғана Рысқұлов есін лезде жиып, Сталин мен көмекшіге кезек-кезек қарап, кешіріңіздер, деді. Әртіс, деп күліп жіберді Сталин. Бәріміз де әртіспіз, жолдас Сталин. Дүние үлкен сахна. Біз сол сахнада жүрген әртістерміз. Ендеше бұл комедияны осымен доғарайық. Сен титықтаған сияқтысың, демал. Бұл комедия емес, трагедия, жолдас Сталин. Сіз бен біз бұл трагедияда басты рөлдерді атқардық. Ну, мүлде трагедия деуге келмес. Жарайды, трагикомедия десек қалай болады, деді Сталин. Әдеттегідей сіз әрдайым данышпансыз, жолдас Сталин. Сіздікі дұрыс, трагикомедия. Ендеше сол трагикомедия аяқталды. Жоқ, деп өзеуреді Рысқұлов, дес бермей. Трагикомедияның бірінші бөлімі осымен бітті. Әлі жалғасы бар. 4-ші кітаптың соңы.